Баршаңызға сәлем достар, қалайсыздар? Мен бүгін өз ауылыма бара жатырмын. Класстасыммен бірге. Араларыңызда Асел, сенің ауылың қай жерде, қай ел боласың деп сұрақ қоятын оқырмандарым бар. Менің ауылым Түлкібас ауданы Жиенбай ауылы. Руым менің Дулаттың ішіндегі Шуылдақ ұлы жүзбін. Менің ауылға бара жатқанымды ешкім білмейді, ешкімге еш нәрсе айтқан жоқпын. Тек қана досыма айтып, бала-шағамды алып, барлығымыз ауылға бара жатырмыз. Бір мақсатпен, яғни апа-атаға, әпкеме, көкелеріме Құран оқытып қайтайыншы деп, сол ниетпен және де біздің Машат ауылының табиғатын әдемі көрінсін, видеоға түсіріп, ютубыма салып қойыншы деп, йонгындар, менің кәріс туысқандарым көрсін деген мақсатпен, оймен. Надо бір нәрсе соқ қойыпты бұрын, жоқ еттімдай нәрсе. Бала-шағамен осы кеттім алдыма, бақыттымын бар ғой. Күшті ғой ішінде. Кім ойлап? Мама! Нінде біздіңкі? Осы. Болды шип болды ғашақты. Болдың ба? Жараса. Еті таза, еті тәтті деген осы. Жиенбай. Суретке түспін. Қайтардым. Менің Филиппинка подружкаларын көріп таңғалады ғой. Таңдайдың бәрін салып тастау керек. Жоқ емес, қағы жүр, Абайдан, осы көшеден бұрылған. Ең соңғы үйден. Әдемі кетті ғой. Әше күшті үйлер соғылып жатыр. Мына үй ғой, Асел көкен. Папаның несі. Ойна жер қошап тастапты ғой. Мама? Я, осы. Ауылға да келіп қалдық. Апамның ауылы, ата-апаның ауылы, үйі, менің ауылым. Әсел Арман қазынан бір резинкасын бермей атыр. Шынымен ба, нақта көршілер. Мынау сарай әлі өзгермепті. Арман. Щеголь 왔어요. тоқылдатсай? Арука Асел көкесінің қасына тұрып та. Арман, бірге. Арман, 할아버지한테, 아저씨한테 가야지. 네, 아저씨 안 좋잖아. 가. 인사해, 뻑뻑해야지. 가. 한번 가야지. 할아버지야. 아저씨 아니야. 아르만 인사해, 뻑뻑해. 뻑뻑 안 했잖아. Adem Bey akıllı ya. Айнұрдың қыз активный отыр. Bunu kiosk. Allah bu sesler zaten.
Ауылда есік алдыда осындай детский площадка орналастырыпты. Бала шағаның барлығы далаға шығып ойнап жатыр. Қандай күшті болған. Ару арманда келе салысымен осы жерде ойнап шықпай, біз оға дейін апамның үйіне көңіл айтуға кіріп шықтым. Мынау бала шағамен шулап біз Мағжан көкенің үйіне бара жатырмыз. Біздің ауыл. Бай. Саламатсыз. Мағжан көке, қалайсыз? Қалай жағдайыңыз? Мағжан көке менің папамның братишкасы. Açılıyor ya. Bitti gel. Бәрін. Уалейкум я Каренко. Bitti gel. Он сіне құндарлай, ассаламағалейкум. Салтанчик. Саламатсыз ба? Айнұрдың бала шағалары. Қол беріп амында сатыр ғой. Айгу, ару арман жарасы. Жоқ айдай алмайды. Кім бар үйде? Атасың ғой. Ауылда рахаттанып жүр. Арман, кемейсі? Шинге, Арман. Йоги сойсы. Айбын, абайлаш айналайын. Төс. Төс. Ойбай. Арada temir жатыр ғой. Я, виоме Арман, нере? Жүр, жүр. Билеп атыр. Ана ойнаймыз. Ана тапчаға барамыз. Сізге жаман қуақсасыңыз. Тас кірді аяқтарына. Тас кірді, топрақ кірді. Аяқ киім сүрді. Шлепкамен келу керек еді. Міне біздің Шымкент қаласы, Жиынбай ауылы. Міне біздің үңгірде ойнайтын едік. Осындай күшті. Далаға шықсаң осындай нені көресің, табиғатты көресің. Көрініс өте әдемі. Кончи가 좋다. 너무 예쁘다. 여기 마을 있어요. Дешелерді көп түсірейінші деген едім, шаршап тұрмын дегеннен кейін осылай пришлось кішкене ғана түсіруге. Еще сфоткались, болды. Ау? Осы есіктен ба? Қазір. Ана балдарды шығару керек болып тұр ғой сол. Кетті балдар. Мына қараңыздар, біздің Жиынбай ауылы осындай. Керемет көрініс, пейзаж. Осы жерде біз ойнайтын едік ауылда осылай. Осы көлден шықпайтын едік. Өзеннен, өзен деген мо көлдіктің ғой. Мына қазір маған мына жер бір анандай кішкентай сияқты болып қапты. Мына жол баяғыда ұзақ еді ғой мына жолдың бәрі. Айнұр деген кластасымна бірге жүрміз. Қыдырып, демалып, таза ауа жұтып. Я. Арман, 옆에 안 돼. 위험해. 옆에 있지 마. Короче, малдың дәл қасына келіп алады, әлі білмейді бұл.
чебу дегенди билмейт экен. Коркпайды го. Айбон. 야, 위험해. 이리 와. 아르 어디 갔어? Biz nan quchoqtab Mashhadning tabiatına tamsanib chiqa olmay o'tirmiz. 안 먹어? 야, 먹밥을 하네. 아니, арман вообще қорықпайды екен. 야. мына қараңыздар. Сиха батан бетімді тістемеді. Платно. Надо еще. Не бери. Ман? Арма. Mына ауылды көрсетіп жатырмын. Сен. 저게 같이 해야지. 사람 없잖아. 한국에 가자산 괜찮아. 이렇게 시하면. 너 가야 되겠다. 시우야. 시해. 뜨거운 바는 시우게 말았다. Mashhad keremet ya o'zi. Keremet joy. Mına жерде qo'y siyirlar жайылымда жүр. Содан кейін да біздің сиырлар, біздің Қазақстанның еті дәмді, чем Кореяға қарағанда. Кореяда мүлде дәмсіз, дәм жоқ еттің. Осылай ауылға да келіп қалдық. Күшті демалып жатырмыз. Көріп, жаңағы апалардың көңіл айтуға да кіріп шықтым. Көрмеген туысқандар. Атаның басына бақ. Асапшы. О, дуде бақа. Вертолет қой, я. Соны айтасың ғой, я. Соны айтсың. Ана 줄래? Ай, бір қолындағы паучынан өлтірген едім, сол неге өлтіресің дейді. Паук емес қой дейді ғой. Ау. Айбон кеттік. Қараңыздар, ең биікке көтерілдік үңгірге. О, ару арман көтердік бітті соңында. Асапшы. Ана жерде көп боқпа, я. Боқпа, я. Қазақстаным. Бала шағалармен жарма, Айнұр. Жарға міндік, короче. Тоғай ма, жарма? Жар ғой, я. Дұрыс айтқан сияқтымын. Арман қызығы батыр. Қарау өті таңғалып. Арыққа отырды. Тапчикасын тазалап. Аяғы бәрі жырылды. Мына жерде сиырлардың. Күшті.
жазда мынаны ішсе салқын болады. Арбан қиналып кетті. Короче, тут ауылға үйретіп отыр. Вот жылама сюда давай, қазір. Арман туар. Арманды, короче, шаршатып жатыр. Зоопарк бәрі осы жерден шығып жатыр. Зоопарктың барлығы. Қыз сияқты ол үшін слабый екен. Слабый екен. Шыдамсыз, шыдамы. Мурагу. Жылап қойды. Біз уже ана жаққа барып, үңгірге барып, үңгірден түсіп, енді өше жүрміз. Біз Айнұр екеуміз жарға шығып, жар ғой, иә? Жар ма? Ашат шатқал. Иә? Үңгірге шығып, Көрсетті. отырмыз енді, демалып. Қонамыз, кажется, сөйтіп ертең азанда атадан осының Корея кеткен кезде көкелер қайтыс болған, солардың басына барып қайтам, просто көріп, өзім іштей Құран оқи алмасам да енді ниеттеніп. Тесса. 조심해. Таспақтар бақаттаны. Завершить стрейновать. Мен братишкам, Жаконтай, Жанарыс, бұрын Жако дейтін едік. Өз қапты жігіт болып, кәдімгідей. Мына ауылдамыз. Үйге қайтып жатыр енді. Үлкен жігіт болып қалды. Бұрын кішкентай еді. Жаконтай сенің балаң сияқты. Томпақ еді кішкентай кезінде. Секунды. Қазір жігіт оқыған. Жақсы қарағам. Қарайтын, жақсы көретін. Лапочканы болады ғой. Памперсін рекламасындағы бөпелер сияқты. Сонда сеп-секунд еді. Қазір дейін да, үлкен жігіт оқыған. Уже анада ұяласың да. Әсел әпше десе бір түрлі. Қараш? Ару. Қараш мына жаққа. 형아, 야? Әсел дейді о? Bir mas var. Ya başlayalım ben. Bu sürekli ne olsun? Sarı isimleri var. Sas dövede ya. Sarı isimleri. Öyle ses gibi kavur. Әдем болып тұрсың. Стараемся. Кореяға кетеді ғой бұл деп па. Ютубқа кетеді. YouTube бүкіл әлем ғой. Шүкір Не дейді жаңа ана қызың аты кім еді? Қазына. Қазынаға. Жаңағы маған қыз боласың ба десем, үндемейді, майысып былай саған әшейін сұрап жатыр, айта сал я деп деді дайымхан сөйтсе дейді. Сөйтіп еді сол кәмпит берейін онда саған деп сөйтсем, андай бір кәмпит бермем сөйтсем, анау жетіге беріп балам. Саған болмайды, тісіңді ойласайшы деп қояды жаңа. Сөйтіп, мына тісінен оның деген ірің алған деп қояды. Yangın, anyon.
연근가 줘라. 연근 ондай нәрсеге таңғалмайды да. Посуда. А? Қонақта жүріп посуда жуып жүр. ол таңғалатын нәрсе емес. Жоқ, мен этот не сұрасың менен, а? Түсіп жатыр ма? Жоқ, ана видеода да ана комментарийда жазады ғой маған, типа не деп жазды біреу, а сен қарапайым деп деймін да, сен не то что қарапайым, просто қарапайымсың ғой енді. Бірақ там біреу соған ондай Кореядан келдім деп фантазия ететіндер бар ғой деймін де. Да, вот отырады. Бас құдағи болды. Я құда болып кеткен, бір сондай анандай фантазия еткендер маған ұнамайды да вообще. Обычные люди деймін да, которые жақтан кетсеңдер. Соларға ответ жазу келеді да, ответ жазуға үлгермейсің ғой. Болды. Ал. Ана мен ана қамазбен жаттайма? Ал қоясың ма? Ару арман қайда? Ал қоясың ма? Нені? Мама, Алып қоймаймын ешнәрсені, жатамыз. мама 잘때 해주는 거야, 잘때? 아니야, 안 돼. 자야지, 늦었어. менің асыл көкем, Айкош менің любимый сестренкам. Тура осы тойға мен қатысып, Кореяға ұшып кеткен болатынмын. Айымхан менің сестренкам өсіп қалған. Ару арман. 내 친구들 있어. Біз, короче, қонамыз деп келмеген едік, но қонатын болдық. Ата-анаң апаның басына барып қайту керек. 먹고요. 오늘은 таң атты, мен Асет көкемен, Салтан шешемен ата апаның басына барып Құран оқытып, Рима апам бар, көкелерім бар, ағаларым бар, солардың бәрінің басына барып қайттық. Көп қой ата павлин. көршінің павлендері ғой. Көршің кім о? Анау біздікі Біреу. Тот тоже еркек да, бірақ та жаста. Сәлем достар, қалайсыздар? Қалай жатарыңыз? Мен қазір ауылға келіп қонып, жаңағы кеше қыдырып, сол ару арман ұйықтап жатыр, Айнұр бәрі. Ал мен тұт жеп отырмын. Қараңыздар, қандай күшті. Дәмі өте мықты. Айкош деген сестренкам Алматыда екен. Көзін қыздырып қойын, тұтығышқа жеп жатқанымды көрсетті. Өте дәмді екен, уже пісіп қапты. Тұт жеп отырмын. Жаңа азан мен таң ата тұрып, ата мен апаның бастарына барып, осы мен жоқ кезде аталарым қайтыс болған, солардың бастарына барып Құран оқытып қайттық. Сол жақсы жасап деген сияқты. Қазір біраздан кейін ет жеп үйге қайтамыз. Өзім Қазақстан Кореяға кетер алдында тоже атаның бастарына барып қайтқан болатынмын. Ата мен апаның бастарына. Өзі дұрыс қой сол. Өлі риза болмай, тірі байымайды дейді ғой. Сол шыны керек, ата апаның басына барып қайтқаннан кейін да мен да армандарым орындалып, жолым да ашылып кеткен шығар деп ойлаймын да. Жақсы адамдарға жолығып деген сияқты Кореяда. Сол, так что сіздерді бір жерге қадам басар алдарында осылай ата апаларыңыздың сол алдарынан өту керек. Бір Құран оқытып деген сияқты. Сол, рахмет. Павлинді қараңыздаршы, Кореяда бір неде салып қоятын еді бұрын, бүйтіп жүрмейтін сияқты.
Қандай әдемі. Блин. Қарсы қыздарың өсізмін. Міне менің братишкам келді, келіншегімен. Түсіп қойын, көрсетіп қойын. Енді танысып жатырмын. Айтсай Дәуірбек бір нәрсе. Мен не айтам? Басты денсаулықтан жақсы болсын. Не деймін басты? Ауырмаңыздар. Атам жазылып кетсін. Bir yerimizde de жау. Кім есікті тұқылдатып жатыр? Жания. Жаным сол. Ол аша алмайды ана. Обай. Марика келді. Нағашы жеңге болады. Ne нағашы жеңгем, тет Марика келді. Марика апа. Тет Марика деп үйреніп қалдық қой біз. Мен нағаш жеңге боламын сонда. Кажется, тетя деген нормальный сияқты. Сенің соған келесің. Я маманың туыс нағашылар ғой. Мен нағашы жеңге боламын шынында да. Қарағандыдан, сонау Қарағандыдан келді. Мені көруге. Обай, бұл кім келді? Бәрі не болып кетсін, қалай мороженое жедің. Келе ғой маған. Қолын жуға, сағында қолыңды жу, бетіңді жу. Мынау сенікі ма? Үлкені ғой немереміз. Төлештікі. Балалар қайда? Тағы, по-моему, тағы. Да, там двое еще. Мама шаршады. Біз бірге жүргенде. Шама. Шаршады мамочка. Үшеу. Ару-ару бар Екеу. немерелерінен. Я да түпту. Сонымен сен де тоғыз ба? Мен сияқты тоғыз басын. Немере. Оларда төртеу, аналарда үшеу. Екеу алтау. Жеті, сегіз, Скоро тоғыз, он. иә. Мен де тоғыз. Санамапсың никогда, я мама? Я еще санамадым. Мен бүгін санап жатырмын. Құдай берген. Алтау болды, Дәукиян жақтан жіберді ғой үшеуін. Апамен Бауыржанға. амандасай. Келе ғой, Апамен жаным, беткен амандасай. сен. Келе ғой. Кімсің, атың кім? Аймын. Тет Марика. Мальчик, Ой, вырасти уже. Қарағандыдан